Алла қаласа сірне пісіреміз. Свежий картофан сырный, темір. Ага. Енді бар ғой. Анда жаңаларын ал, міне жерден ал, мынаны ал. Жаңа, я соны ала ғой кішкене. Шіркін. Кәмат ұрық башанан көріп. О, бейді картоп жақсы. Алла қаласа сірне жасаймыз соған. Осы жаңа түпек. Мынау кім? Бұл біздің бақша бейлеккен. Ой, білген істеп атыр деген сияқты бұл. Ағайындар, сонымен біз бүгін сірне жасаймыз. Міне қазан, ошақ бәрі дайын. Ингредиенттер бәрі дайын міне. Май, помидор, сәбіз, тәтті бұрыш, пияз, петрушка мен картошка, ет және қырыққабат. Енді осылармен қазір жасап шығамыз. Сонымен біз енді қазір осы ингредиенттерді рет-ретімен салып шығамыз. Бірінші құйрық майды саламыз. Макс, алып кел. Міне бірінші құйрықты жақсылап бірінші құйрықтымен жұмшқа алып қосай турап аламыз да әдемілеп салып шығамыз. Отты жақпаймыз бірінші. Осыны қазанға былай жинап шығамыз. Басқасын қойып. Ал енді міне майды осылай салып аламыз. Енді келесі қадам етті салуымыз керек. Макс, етті алып кетсін. Жаңа сойылған жас қойдың етін осылай міне саламыз енді. Қараңыздар, енді етті салып алдық. Етті салғаннан кейін міне қосымша дәмдендіргіштер саламыз. Бірінші қара бұрыш саламыз. Аз-маз. Тастайдыр. Тамаша болды. Содан кішкене қызыл бұрыш. Одан кейін паприка салыңыздар. Бұл енді керемет дәм беретін тәтті бұрыш қой бұл. Бұдан көбірек салу керек. Сосын әрине Тұз. Атасы тұз деп етті. Бұл ет тұздалмаған, өйткені жас сойылған қойдың еті. Свежий балғын. Енді пияз бен петрушканы әкелдік. Пияз бен петрушканы. Еттен кейін енді осыны саламыз. Америкадан достарымның келген. Басқа достарымыздың бас қосуы соған соң құрметіне. Бұл пияздың көп болуы бұл сөл бөледі. Бұған ешқандай су құймаймыз. Сочный болады. Дайындаймыз, иә. Енді міне пияздың салғаннан кейін жаңаған огородтан қазып әкелінген картоп саламыз. Міне картопымыз салдық. Енді міне сәбіз, тәтті бұрыш, помидорды саламыз.
қабат қабатпен салу керек. Бірақ біз жаңа араластырып саламыз. Сәбізді салғанда ол етті жұмыс артады. Мен араластырып сала салайын бәрін. Тағы да тұз саламыз. Саламыз. Паприканы аямай салу керек. Паприка көпті кетпейді. Паприка, аздаған қызыл бұрыш. Содан қара бұрыш. Енді осыны немесе қарынмен, немесе қырыққабатпен жабамыз. Қарынмен жапқанды қазіргі балалар ұнатпайды. Сондықтан қырыққабатпен жабамыз. Енді қазір қырыққабат саламыз. Ал енді осы сірнемізді міне қырыққабатпен әдемілеп бұлай жабамыз. Себебі бұдан пар шығады. Яғни еттің жұмсақ болуына бу шығады. Содан кейін сірнемізге әдемі сөл береді. Енді міне сірнеміз толықтай дайын. Енді астына от жағамыз. Болды. Егер сізде мынандай ағаш қақпақ болса, оны шрифт деген зат бар. Пищевая пленка. Міне. Осымен орап тастайсыз, өйткені бұл шығып кетпеу керек. Кетсем құрыды. Балдым ғой. Өлгенде көрген жалғыз машинасы қойын, қайсыды? Ар жағы, жоқ ішіңіз. Бұл жағы. Айттым ғой, оны ар жағы книжный. Ар жағы, де жағы. Дархан келді. Шуткам. Ана табағындамадым ба, набір? Қақпағын алып тасталды мен. Сен аламысың жақ қақпағын. Спецзаказ жақ. Бұл Дарханның спецзаказдар. Ал міне сірнеміз осымен дайын. Дәм керемет болыпты. Диван эксперттер бағасын берді десің. Бір внезапно түсірген жақсы көремін сөйтіп. Не всегда бывает сырный. Енді Рухиса сірне қалай болып сонайшы? Керемет демесең таяқ жейді сұм. Сәке, жалтырғыңыз қашап қала болады. Жалтырғың қалағыма бүйте отырды. Жалтыр бөләгір керек. Керек жоқ қалады. Жол жақсы жасап